Фильм маркетингтік компанияда жұмыс атқаратын Джон есімді еркекті көрсетуден бастау алады. Ол шамадан тыс көп жұмыс атқаратынына қарамастан айлық табысы өте аз. Оның үстіне оны бастығы аз жұмыс істейтін болса, үнемі сені жұмыстан қуып шығамын деп қорқытумен жүреді. Джонның Элис есімді әйелі бар. Джонның айлық табысы олардың отбасын асырауға жетпейтіндіктен Элисте жұмыс табуға тырысуда. Алайда оның әңгімелесулерінің бәрі сәтсіздікпен аяқталып, оны ешкім жұмысқа алғысы келмейді. Келесі күні оларға үйді жалға беруші Арни келіп Элиске тиісе бастайды. Ол үнемі олардың әлеуметтік жағдайы төмен екенін көрсеткенді жақсы көреді. Тіпті әйелінің көз алдында Джонның мазағын шығарып, оны бір құлатып кетіп қалады. Кешке таман Джон өзінің сыныптасы шақырған кешке әйелімен бірге барады. Олар кешке сай киініп келмегендеріне қатты өкінеді. Мұнда барлығы қымбат әрі сәнді киініп алып көңіл көтеруде. Кешті ұйымдастырып жатқан Джонның сыныптасы Питон. Оның Джонға қарағанда жолы болып, байлардың бірі болыпты. Тек Питон ғана емес, сонымен қатар Джонның басқа сыныптастарының да әлеуметтік жағдайлары өте жақсы. Бұл жағдай Джонның мұнда өзін одан әрі ыңғайсыз сезінуіне себепкер болады. Келесі күні олар кешегі ішкен алкогольдерінің қатты бас ауырсынуынан тұрады. Бастарын жазатын бірдеңе ішу үшін тоңазытқышты ашқан, алайда оның іші бос. Үйде азық-түлік қалмағанын түсінген екеуі барлық ақшаларын жинап базарға қарай бағытталады. Жолда әңгімелесіп келе жатқандарында Джон жүк көлігін байқамай, көлік апатына түсіп қалады. Тезірек есін жиған еркек әйелінің қал жағдайын білуде, қуаныштысы аптан ешкім зардап шекпеген. Көп өтпей апат орнына полицейлер келіп, Джон олармен сөйлесіп жатқанда, Элис қоқыстан алтын түсті затты алып жатқан әйелді байқап қалады. Ол бірден бұған қатты қызығушылық танытып, сонда қарай жүгіреді. Тіпті ол сәл болмағанда көлік астына түсе жаздайды. Әйелінің кетіп бара жатқанын көрген Джон оның артынан ілесті. Сөйтсе әлгі әйел дүкен иесі екен. Ол қоңырауға жауап беру үшін кеткен кезде Элис оған білдіртпей әлгі чайникті ұрлап алады. Джон оның іс-әрекетін түсіне алар емес. Ал Элис болса чайникті одан уақытша ала тұрғанын, ал кейін қайтарып беретінін айтады. Келесі күні Джон жұмысына кеткен кезде Элис өзінің шашын реттеуге кіріседі. Ол байқаусызда шашын күйдіріп алғанда әлгі чайниктің қозғалғанын байқайды. Ол ақырын барып қақпағын ашқанда ішінен ақша көріп, қатты таңғалыста қалады. Ол мәселенің неде екенін бірден түсінеді. Сондықтан ол өзінің теориясын тексеріп көру үшін шашын қайтадан күйдіреді. Ол ішінен тағы да ақша пайда болғанын көргенде қатты қуанып кетеді. Ол енді өзіне неше түрлі жолмен ауырсыну әкеле бастайды. Оның денесі неғұрлым ауырған сайын чайник ақшаны соғұрлым көп шығарады. Бұған мәз болған әйел өзінің денесін тоқтаусыз ұрдыртып, тіпті ауырсынулардан есінен танып қалады. Кешке таман Джон үйге көңіл күйсіз оралады. Ол әйелінің көгеріп жатқанын көргенде шошып кетіп, үйге біреу басып кірді ме деп ойлап қалады. Алайда есіне келген әйел өзінде бәрі дұрыс екенін айтады. Ал кейін Джоннан неге оның көңіл күйі жоқ екенін сұрайды. Күйеуі оны жұмыстан шығарып жібергенін айтқанда, Элис уайымдайтын ештеңе жоқ екенін, өзінің ақша шығаратын жол тапқанын айтады. Ол өз сөзін іспен көрсету үшін күйеуін ұрып жібереді. Ал кейін түсінбеген күйеуіне чайник ішінен шыққан ақшаны көрсетіп, егер жұптың біреуі зардап шексе, бұл чайник ақша шығаратынын түсіндіріп береді. Джон алғашында әйелім кедейліктен есінен алжасып кеткен деп ойлап қалады. Сол сәтте Элис күйеуін одан әрі қатты теуіп, чайниктің ішінен ақшалар атқылай бастайды. Осы кезде ғана Джон әйелінің сөзіне сенеді. Олар көп ақша табу үшін түні бойы бір-біріне ауырсыну тигізумен болды. Бірақ қандайда бір сәтте Джон өздерінің бұл істері дұрыс екеніне күдіктене бастайды. Оның ойынша бұл чайник олардың қарым-қатынасын құртуы мүмкін. Алайда кедейлікті өмір сүруден әбден шаршаған әйел әзірге чайниктен бұлай оңай айырылғысы келмейді. Бірақ күйеуі соған қарамастан таңертең чайникті өз егесіне қайтару үшін алып кеткен дүкендеріне барады. Қызығы дүкен жабық. Сондықтан ол чайникті антикварлық көрмеге барып сатылымға қояды. Алайда ешқайсысы $5000 жоғары бағаға ұсынбайды. Чайникті бұдан жоғары бағаға сататына сенімді болған Джон үйіне онымен бірге қайтуға мәжбүр болады. Алайда чайникті теледидардан көрсете бастағанда доктор Линк есімді еркек байқап қалады. Ол чайниктің құпиясын жақсы білетін секілді, сондықтан дереу жолға шығып кетеді. Джон ақыры Элистің айтқанына көнумен чайникті пайдаланып ақша тауып қалайық деп шешеді. Олар өздеріне ауырсыну алып келу үшін неше түрлі әрекеттерге барады. Тістерін анестиясы жұлдырады, татуировка салдырады, тіпті жалаңаш қолдарын газды плитаға қояды. Олар әр ауырсыну сезінген сайын чайник оларға ақша алып келуін жалғастыра береді. Олар ауырсынуды тіпті өздерінің жақындасуларында да пайдалана бастайды. Келесі күні олардың үйіне Элистің туысқандары келеді. Олар Элистің неге әлі жұмыссыз екенін сұрай бастаған. Алайда олар үй ішінен қымбат бұйымды заттарды көргенде қатты таңғалып қалады.
Джон болса ақшаны жылжымайтын мүлікпен айналысып тауып жатқанын айтады. Олар ақыры дегенде өздерінің барлық қарыздарынан құтылды. Екеуі де өздерін бақытты сезіне бастайды. Чайниктің оларға көптеген рахат алып келетіндеріне сене бастап. Олар жақындасайын деп жатқан, алайда есіктің тарсылы естіледі. Элис дереу чайникті жасырып қойса, Джон есікті ашуға кетті. Екі еврей жігіт дереу үйге басып кіріп, Джонды ұрып соғуға кіріседі. Олар өздерінің осы чайник тиесілі әжейдің немерелері екенін айтып, олардан чайникті қайда жасырғанын сұрауда. Элис чайникті аукционда сатып жібергендерін айтады. Олар сатылған ақшаны сұрағанда, Элис ақшаның жартысын косметикаға құрып тастағанын айтып, білдіртпей чайниктің ішінен қалған ақшаны алып шығып, оларға береді. Екі еркек олардың сөзіне сеніп ақшаны алып кетіп қалды. Келесі күні олар өздерінің чайнигі туралы көпкене ақпарат білу үшін кітапханаға барады. Чайник Иса пайғамбар кезінен бері бар екен. Чайник өз егесіне жамандық алып келеді. Элис Джонға білдірмей чайник қандай жамандықтар алып келетін парақ жазылған бетті жыртып алады. Осыдан кейін олар қайтадан чайниктен ақша шығаруға көшіп, өздеріне сәнді көлікпен үлкен үй сатып алады. Тіпті Джон өз атынан арақ брендін жасайды. Олар енді өздерінің қарапайым адамдар емес екенін көрсету үшін бүкіл таныстарын шақырып кеш ұйымдастырады. Кештің дәл ортасында олардың есігін доктор Линк қағып, чайник олардың өміріне үлкен қауіп төндіріп тұрғанын айтады. Алайда Элис чайникті оған бере салғысы келмейді, сондықтан ол оны қуып жібереді. Кеш аяқталғасын олар ойнап бір-бірін ұра бастайды. Олардың қалай байып кеткенін түсіне алмай жүрген Арни, олар әр ауырсыну сезген сайын чайниктен ақша шығып жатқанын көреді. Ол үйге басып кіріп, чайникті алып қашып кетеді. Джон мен Элис оның артына түседі. Джон онымен арпалыса кетіп, чайник қолдарынан түсіп, оны жүк көлігі басып өтеді. Алайда олар жүгіріп барып, чайникті қолдарына алғанда, онда тіпті бір сызықтың жоқ екенін көреді. Бұл оларды қатты таңғалдырып, олар чайник туралы білу үшін Линкке барады. Еркек өз кезегінде чайниктің өз егелеріне алып келетін зардабы жайлы түсіндіріп береді. Чайник иегерлері уақыт өте келе сараң болып, ақыр соңында өмірдің мәнін жоғалтып өз-өздеріне қол жұмсайды екен. Сондықтан оларға бәрі кеш болмай тұрғанда чайникті беруді сұрайды. Алайда Элистің бойында қайтадан сараңдық пайда болып, ол чайникті беруден бас тартады. Түнде олар тарсылдың даусынан оянып кетіп, дауыс шыққан жаққа қарай бағытталады. Сөйтсе бұл ағайынды еврейлер екен. Олардың бар ақшаларын алып алғанын көрген Элис чайникті қайтаруға дайын екенін айтады. Алайда олар күліп, өздеріне чайниктің ешқашан керек болмағанын, ол тек қиындықпен азап алып келетінін айтады. Олардың бар қалағаны көп ақша болған. Келесі күні олар өздеріне ауырсыну әкеліп жатса да, чайник ақша бермей жатқанын көргенде қатты таңғалады. Бұл екеуінің арасындағы ұрысқа келеді. Олардың қолында мүлдем ақша қалмады, сондықтан олар барға қарай аттанады. Мұнда Джон әдейі алып денелі еркекке тиісе бастайды. Еркек оны ұрып қалған кезде чайник оларға ақша береді. Элис чайниктің енді кішігірім ауырсынуларға ақша бермейтінін түсінеді. Ол көшеде отырғанда оның алдында бір жігіт самокатпен құлап түседі. Қызығы чайник осығанда ақша береді. Элис өздеріне зиян алып келмей ақша табуға болатынын түсінеді. Осы мақсатта олар қатты ауырсынулар болатын жекпе-жек алаңдарына бара бастайды. Ақша көп түскен сайын Элистің психикасы бұзылып, ол сараң бола бастады. Тіпті Элис есінен алжасқаны сонша ақша табу мақсатында жолдағы бір еркекті соқпақ болады. Көліктің рөлін дер кезінде Джон бұрып үлгереді. Ол әйелінің санасы уланғанына айыптап, одан доғаруды сұрайды. Алайда бар ойы ақша болып кеткен Элис оған айқайлап ұрсып береді. Осы сәтте чайник оларды таңғалдырып ақша береді. Сөйтсе чайник эмоционалды ауырсыну үшін де ақша береді екен. Олар осы жол арқылы ақша табу мақсатында бір-біріне өздерінің лас істері жайлы айтайын деп шешеді. Олар бір-біріне өздерінің некеден тыс байланыстары жайлы, бөтен әйелдер мен еркектермен қатынастары жайлы шындықты ашады. Элис тіпті Арнимен төсектес болғанын мойындайды. Олардың бойын ашу билеген сайын чайник оларға ақша бере бастайды. Джон кек алу үшін Арнидің үйіне барып, оның әйеліне бар шындықты айтып береді. Осы сәтте Элис чайник басқа біреулердің эмоционалдық ауырсынуы үшін де ақша беретінін түсінеді. Осы мақсатта олар өздерінің таныстарымен жолығып, оларға құпияларды аша бастайды. Осының салдарынан олар өздерінің көптеген таныстарымен қатынастарын үзеді, бірақ оларға бәрібір. Тіпті Элис ақша табу мақсатында адам өлтірейін деп шешеді. Джон оны ойынан қайтаруға тырысқан, бірақ ештеңе көмектеспеді. Ол көмек сұрау мақсатында доктор Линкке барады. Алайда Линк енді бәрінің кеш екенін, Элистің санасын сараңдық билеп алғанын айтады. Бірақ Джон бір жолдың бар екенін айтады. Элис өз еркімен оған чайникті тапсыруға қажет. Джон Элисті өз сөзіне көндіру мақсатында терезінің алдына отырып алады. Ал кейін не оны, не чайникті таңдауын сұрайды.
Элис чайникті таңдаған сәтте ол терезеден секіріп кетеді. Оның ессіз жатқанын денесін көрген Элис өз санасына қайта оралып, дереу оның жағдайын білуге барады. Қуанышқа орай ол аман есен. Осы сәтте ғана Элис өзі үшін не маңызды екенін түсініп, чайникті қайтарып беруге келіседі. Алайда келесі күні олар ұйқыларынан оянғанда чайникті табылмай қалады. Олар ұрлап кеткен Арни екеніне сенімді болып, соның үйіне қарай бағыт алады. Ақырындап үйіне кірген сәтте денесінің бәрі қанды Арни пайда болады. Ол қолына қару ұстап алған. Соған қарағанда олар ақша табу мақсатында түні бойы әйелі екеуі бір-біріне ауырсыну сыйлаған секілді. Көп өтпей ағайынды еврейлер де пайда болып, екі тарап арасында атыс болады. 4 адамның өлімінен чайник көтпеген ақша шығарады. Олар ақшаның бәрін жинап, бұл қауіптен тезірек құтылайық деп шешеді. Сондықтан олар чайникті алып, оны доктор Ленке тапсырады. Ал ол өз кезегінде чайникті су түбіне тастайды. Енді ешкім оны таба алмас үшін. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.